Математика, бірінші сынып математика пәні, 202-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Бүгінгі сабақта сен 20-ға дейінгі сандарды санауды және оларды салыстыруды білетін боласың. Ендеше алдымен ең бірінші тапсырмаға назар аудара ғой. Бұл тапсырмада былай дейді: төмендегі сандардың ішінен алдымен бір таңбалы сандарды ата. Одан кейін екі таңбалы сандарды ата дейді. Ендеше ең алдымен бір таңбалы сандарды атайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл жердегі бір таңбалы сандардың ішіндегі ең кішісі 1, ең үлкені 9. Енді екі таңбалы сандарды атайық. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Екі таңбалы сандардың ішіндегі ең кішісі 10, ал ең үлкенін алдағы уақытта білетін боласың. Енді осы сандарды бір-бірімен салыстырып көрейік. Ең алдымен бір таңбалы санды екі таңбалы санмен салыстырайық. Мысалы, 4 пен 11-ді салыстыратын болсақ, 4 ол бір таңбалы сан, 11 ол екі таңбалы сан. Сондықтан да екі таңбалы сан әрдайым бір таңбалы саннан артық болады. Яғни 4 11-ден кем, 11 4-тен артық болады. Бір таңбалы сан әрдайым екі таңбалы саннан кем болса, екі таңбалы сан керісінше бір таңбалы саннан әрқашан артық болатынын есіңде сақта. Ал егер де екі таңбалы сан мен екі таңбалы санды салыстыру қажет болса, айталық 12 мен 20-ны салыстыру керек болса, мұндай жағдайда біз ондықтарға қарай отырып салыстырамыз. 12 санында 1 ондық бар, 20 санында 2 ондық бар. Әрине 2 ондық 1 ондықтан артық. Сондықтан да 12 20-дан кем, 20 12-ден артық болады. Егер де екі таңбалы санның ондықтары бірдей болса, мысалда келтірілгендей 12 мен 14 санның ондықтары бірдей. Екеуінде де 1 ондықтан бар. Мұндай жағдайда біз бірліктеріне қарап салыстырамыз. 12 санында 2 бірлік бар, 14 санында 4 бірлік бар. 4 2-ден артық, ал 2 4-тен кем. Сондықтан да 12 14-тен кем, 14 12-ден артық деп қоямыз. Міне екі таңбалы сандарды салыстыруды білдің. Әрі қарай екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырманың берілгенде былай дейді: Әлия қандай саңырауқұлақтарды терді? Ал сырым ше? Жаз және оқы. Суретке назар аудар. Суретте өзіміз білетіндей Әлия мен сырымды көріп тұрмыз. Олар орманға саңырауқұлақ теруге барған. Екеуінің қолында себет бар. Енді әр қайсысында қандай саңырауқұлақтар жиналғанын біз қазір анықтаймыз. Ол үшін себетке назар аударайық. Әлияның қолындағы себетке бір таңбалы сандар жазылған саңырауқұлақтар жинаған Әлия. Ал сырым екі таңбалы сандар жазылған саңырауқұлақтарды жинаған. Енді қазір соларды анықтайтын боламыз. Сонымен Әлияның себетіндегі саңырауқұлақтарды атайық. 6, 7, 9, 2 және 5. Бұл жерде қандай сандар аталмай қалды? Сол сандарды дәптеріңе жаз дейді төменгі тапсырмада. Ендеше жазайық. Бұл жерде 1 саны қалып қойып тұр. 3, 4, 8. Енді сырымның қолындағы себетке назар аударайық. Сырымның себетінде екі таңбалы сандар жазылған саңырауқұлақтар салынған. Ендеше оларды атайық. 15,
11, 17, 10 және 20. Бұл жерде тағы қандай екі таңбалы сандар қалып тұр? Сол сандарды атайық. 12, 13, 14, 16, 18 және 19 сандары қалып қойған. Міне осы сандарды дәптерімізге жазып шықтық. Екінші тапсырманы осымен тамамдадық. Ары қарай келесі үшінші тапсырмаға назар аудар. Бұл тапсырмада салыстыр және жаз дейді. Өзіміз білетіндей, көрсетілген жұлдызшалардың орнына біз артық, кем немесе тең таңбаларын қоямыз. Алдымен ең бірінші төменде берілген мысалға назар аударайық. Бұнда біз салыстырмас бұрын өрнектің мәнін тауып аламыз. Содан кейін барып оны санмен салыстырамыз. Алдымен 7 мен 5-тің айырмасы нешеге тең екенін анықтайық. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. Салыстырамыз. 2 мен 18 салыстырайық. 2 18-ден кем, 18 2-ден артық. Себебі 18 2 таңбалы сан. Келесі. 2 мен 2-нің қосындысы 4-ге тең. 4 12-ден кем, 12 4-тен артық болады. Сабақтың басында айтып кеткенімдей, 2 таңбалы сан 1 таңбалы саннан үнемі артық болады. Ары қарай 9 мен 6-ның айырмасы 3-ге тең. Салыстырамыз. 3 13-тен кем, 13 3-тен артық. Келесі 9 мен 1-дің қосындысы 10-ға тең, ал 10 мен 1-дің айырмасы керісінше 9-ға тең. Сондықтан да 10 9-дан артық, 9 10-нан кем болады. Ары қарай 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең, 10-ды 14-пен салыстырамыз. 2 таңбалы сан бірдей қатар келген кезде олардың ондықтарына қарап салыстырамыз. Егер ондықтары бірдей болса, онда бірліктерге назар аударамыз. 4 0-ден артық. Демек, 14 10-нан артық, 10 14-тен кем болады. Келесі. 8 бен 2-нің қосындысы 10-ға тең. Бұл жерде де 2 таңбалы санды салыстыруымыз керек. 20 мен 10-ды. Алдымен ондықтарына назар аудара отырып салыстырамыз. 2 ондық 1 ондықтан артық. Демек, 20 10-нан артық, 10 20-дан кем. Міне дәптеріңе осылай салыстыру таңбасын қойып шығасың. Қалған сызбалар, бұлар тек түсіндіру үшін сызылған, сондықтан оны дәптеріңе салмайсың. Дәптерге тек қана біз артық, кем немесе тең деген салыстыру таңбаларын қойып шығамыз, я? Міне. Осылай. Ары қарай келесі тапсырмаға өтейік. Келесі 4-ші тапсырма. Тапсырмада былай дейді: есепті шығар, оған кері есеп құрастыр дейді. Алдымен есептің берілгенін оқиық. Сырым 6 йогурт, ал Әлия 4 йогурт сатып алды. Олар барлығы неше йогурт сатып алды? Есептің өзіміз білетіндей бөліктері бар. Шарты, сұрағы, шешуі және жауабы. Енді есептің шартын құрамыз. Ол үшін белгілі сандарға қарайық. 6 және 4. 6 йогурт. Кімнің йогурттары? Ол сырымның йогурттары. Демек, есептің шартына солай жазамыз. Сырым 6 йогурт сатып алды. Келесі белгілі санымыз 4. 4 йогуртты кім сатып алды? Әрине, Әлия сатып алды. Әлия 4 йогурт сатып алды. Міне есептің шартын құрдық. Енді есептің сұрағына назар аудар. Олар барлығы неше йогурт сатып алды дейді. Яғни сырым мен Әлияның йогурттарын қосқанда барлығы қанша йогурт болды дейді.
шешуі: сырым сатып алған 6 йогуртқа Әлия сатып алған 4 йогуртты қосамыз. 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең. Есеп йогурт туралы болғандықтан жақшаның ішіне осылай жазып қоямыз. Сұраққа жауап береміз. Жауабында міндетті түрде мына соңғы сөйлемге жауап бересің. Олар барлығы неше йогурт сатып алды? Жауап: барлығы 10 йогурт сатып алды. Міне. Енді осы есепке кез келген кері есепті құрастырайық. Енді біз белгілі мәліметтерді белгісізбен ауыстыратын болсақ, ол есеп кері есеп болады. Сондықтан да біз белгілі мәліметтерді белгісіз етіп, есепті түрлендіретін боламыз. Мына жерде сырымның сатып алған йогуртын белгілі қылып алсақ, мысалы, мынандай есеп: сырым 6 йогурт, ал Әлия одан 2 йогурт кем сатып алды. Әлия қанша йогурт сатып алды? Міне осындай есеп құрастыруымызға болады. Бұл жерде сырымның сатып алған йогуртының саны белгілі 6 йогурт. Әлияның йогуртының саны белгісіз, бірақ сырымдыкінен 2-ге кем екен. Сызбамен көрсетіп қоямыз. Біз Әлияның қанша йогурт сатып алғанын табу керекпіз. Кем болған жағдайда біз үлкен саннан кіші санды азайтатынымызды білеміз. Демек 6-дан 2-ні азайтамыз. 6 мен 2-нің айырмасы 4-ге тең. Сұраққа жауап берейік. Әлияда қанша йогурт делінген болатын? Әлия 4 йогурт сатып алды. Міне, 4-ші есепті де шығардық. Дәптеріңе әдемілеп көркем жаза қой. Енді 5-ші есепке өтейік. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың берілгенде былай дейді: бірінші, екінші және соңғы болып жүгіріп келе жатқан жарысқа қатысушылардың нөмірін ата. Сурет бойынша өзің сұрақтар құрастыр. Ал атайық. Бірінші болып келе жатқан қатысушы 13-ші номердегі қатысушы, екінші жүгіріп келе жатқан 20-ші номердегі қатысушы және ең соңғы болып жүгіріп келе жатқан 17-ші номердегі қатысушы. Осы сурет бойынша өзімізде бірнеше сұрақ құрастырсақ болады. Айталық, суретте ересектер саны нешеу? Немесе суреттегі балалардың саны қанша? Сонымен қатар, суретте 4-ші жүгіріп келе жатқан қатысушыны ата. Немесе суретте ең соңында келе жатқан қатысушыны ата деп бірнеше сұрақтарды қою арқылы өзіміз тапсырманы толықтыруымызға болады. Міне 102-ші сабақтың оқулығында берілген тапсырмаларды орындадық. Енді жұмыс дәптеріне. Сонымен 102-ші сабақта жұмыс дәптерінде берілген барлық тапсырмалар саны 3. Алдымен бірінші тапсырмаға қарай қой. Тапсырманың берілгенінде былай дейді: бос орындарға тиісті сандарды қой. Яғни, мына берілген сандардың көршілерін тауып қоюымыз керек. 4 пен 6-ның ортасындағы сан 5. 7 мен 9-ның ортасындағы сан 8. 12 мен 4-тің ортасындағы сан 13 болса, 15 пен 16-дан кейінгі сан 17. 18 пен 19-дан кейінгі сан 20 болса, 15-тің алдындағы сан 14, 15-тен кейінгі сан 16. Міне осылай көршілерін тауып қойдық. Келесі екінші тапсырма. Сандарды салыстыр дейді. Бұл жерде 2 таңбалы сандарды салыстыру керек. Ең бірінші 19 бен 13-ті салыстырайық. Жоғарыда айтып кеткенімдей, 2 таңбалы сандарды салыстырған уақытта алдымен ондықтарға назар аударамыз. Егер ондықтары осында көрсетілгендей бірдей болса, онда біз бірліктеріне назар аударамыз. 9 бірлік 3 бірліктен артық. Демек, 19 13-тен артық, 13 19-дан кем болады. Ары қарай
Дәл осылай 12 мен 18-ді салыстырайық. Бірліктерге назар аударамыз. 12 18-ден кем, 18 12-ден артық. Келесі 20 мен 12-ні салыстыру қажет болса, атап өткенімдей алдымен ондықтарға назар аударамыз. 2 ондық 1 ондықтан артық. Демек 20 12-ден артық, 12 20-дан кем. 11 мен 13-ті салыстырайық. 3 бірлік 1 бірліктен артық. Демек 11 13-тен кем, 13 11-ден артық. 20 мен 19-ды салыстырайық. 2 бірлік 1 бірліктен артық. Бұл дегеніміз 20 19-дан артық, 19 20-дан кем. 16 мен 15-ті салыстырайық. 6 бірлік 5 бірліктен артық. Демек 15 16-дан кем, 16 15-тен артық. 11 мен 16-ны салыстыратын болсақ, 1 бірлік пен 6 бірлікке назар аударамыз. 1 6-дан кем. Сондықтан 16 11-ден артық, 11 16-дан кем. 12 мен 14-ті салыстырайық. Бұл жерде бірліктерге назар аударамыз жоғарыдағыдай. 2 бірлік 4 бірліктен кем. Демек 14 12-ден артық, 12 14-тен кем. Келесі 17 мен 18-ді салыстырғанда ондықтары бірдей болғандықтан біз бірліктерге назар аударамыз. 7 мен 8. 7 бірлік 8 бірліктен кем. Сондықтан да 17 18-ден кем, 18 17-ден артық. Қосымша артық жазбаларды мен өшіремін. Сен дәптеріңе тек қана салыстыру таңбаларын қойып шығасың. Міне, екі таңбалы сандарды осылай заңдылықпен салыстыруға болады. Ары қарай соңғы үшінші тапсырмаға кеттік. Бұл тапсырмада былай дейді: суретті санмен сызып қос. Ең бірінші тұрған санға назар аударайық. 13 саны. 13 санына сәйкес келетін сызбаны тауып алайық. Ол сызба сол жақта үшінші тұр. Бұл дегеніміз жасыл бөлігінде суреттің 10 нүкте бар және төменгі ақ бөлігінде 3 нүкте бар. 13 10 мен 3-тің қосындысы. Сондықтан да осы суретпен сәйкестендіреміз. Келесі 15. 15 санына сәйкес келетін сурет сол жақта ең төменде тұр. Бұл дегеніміз 10 нүкте мен 5 нүктенің қосындысы деген сөз. Ары қарай 20 санымен сәйкес келетін сурет мұнда тұр. Яғни 10 нүкте мен 10 нүктенің қосындысы 20-ға тең. Келесі 11 санымен сәйкес келетін сурет сол жақта жоғарыда тұр. Бұл дегеніміз 10 мен 1 нүктенің қосындысы. Дәл осылай басқа да сандарды сәйкес суреттермен қосып шығамыз. 14. 14 санын байланыстырдық. 17. 19. Мұнда тұр міне. Қалғанын өзің осылай қосып шыға қой. 16. 16 санын міне төменде тұр екен. 12. 18, 17-ні байланыстырдық. 17 мұнда тұр екен. Қаламым жазылмай қалып жатыр. Соңғы 18-ді өзің байланыстырып қоса қой. Менің қаламым жазылмай қалды. Міне жұмыс дәптерімде берілген 102-ші сабақты да тәмамдадық. Келесі 103-ші сабақта кездескенше сау бола ғой.